Қазіргі таңда қалалық жерлерде адамзат баласының жартысы, яғни 3,5 миллиард адам тұрса, болжам бойынша 2030 жылға қарай олардың саны 5 миллиардқа жетеді деп күтілуде. Әлемдегі, оның ішінде дамушы елдердегі қала халқының қарқынды өсуі нәтижесінде қаладағы кедей аудандары тұрғындарының саны көбеюде. Жалпы әлем бойынша осындай аудандарда 9 миллиондай адам тұрады екен. Екіншіден, инфрақұрылымға және қызмет көрсету саласында шектен тыс жүктеме артуда. Үшіншіден, ауаның ластануы ұлғайып, қала тұрғындарының денсаулығына зардабын тигізуде. Төртіншіден, қаланың жоспардан тыс бейберекет өсуі орын алуда. Сондықтан тұрақты дамудың 11-ші мақсатында көрсетілген міндеттердің тиімді жүзеге асырылуы жалпы адамзаттың болашағы үшін маңызды. Егер осыдан 10 жыл бұрын қала халқы 54%-ды құраса, қазір ол көрсеткіш 60%-ға жеткен. Өсімді әсіресе еліміздің ірі қалалары көрсетіп отыр. Соңғы 10 жылда Нұр-Сұлтанда халық саны 2 еседей өссе, Шымкентте 70%-ға, Алматыда 40%-ға көбейген. Алдағы жылдары бұл процесс, яғни қала халқы үлесінің артуы күшейе түседі деп ойлаймыз. Ел халқының қалаға көп шоғырлануы жалпы жақсы үдеріс, бірақ бұл процесті үнемі назарда ұстап, жүйелі түрде өмір сүруге қолайлы жағдайлар жасап отыру керек. Одан бөлек, қала экологиясы одан да бетер нашарлап кетуі ықтимал. Мысалы, қала ауасына ең көп зардапты автокөліктер әкеледі екен. Қалаларда, әсіресе ірі қалаларда адам санымен қатар автокөліктердің де көбеюі қала жолдарындағы кептелістің көптеп орын алуымен ауаның ластануының басты себептерінің бірі болып отыр. Осы 11-ші мақсаттың жүзеге асуына кез келген қала тұрғыны өзіндік үлесін қоса алады. Ол үшін қарапайым, бірақ маңызды нәрселерді дағдыға айналдырғанымыз жөн. Атап айтсақ, қоқысты тиесілі жеріне тастау, қоршаған ортаны ластамай артында жинап жүру, үйіміздегі тұрғындар бірлестігінің жұмысына араласып, ауланы абаттандыруға атсалысу. Аса бір қажеттілік болмаса, жеке көлікпен емес, қоғамдық көліктермен, сондай-ақ велосипедпен немесе жаяу жүру керек. Сонымен қатар мүмкіндігімізше қаламыздағы мәселелерге бей-жай қарамай белсенділік танытқанымыз жөн.